Hi everyone, бұл Думан Ерханат. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз трейдинг саласы лақап тұрам ба. Бұны таңдаған себебім менің директіма ең жиі көп қойылатын сұрақтар. Мен Америка Құрама Штаты Уолл-стриттен келген қарапайым қазақтың баласы, кәсіби трейдер және инвестор. Бұл видеоны бастамас бұрын ең алдымен менің Instagram парақшама жазылып қойыңыз, себебі ол жерде мен күнделікті инсайттармен бөлісіп, осындай тақырыптарда жиі қозғап отыратын боламын. Және де лайк, репосттарыңызды ұмытпаңыздар, пікірлеріңіз болса комментарийға жазып кетуді ұмытпаймыз. Ал енді өздеріңіздің түсініп отырғандағыдай бүгін трейдинг саласын толықтай ашып түсіндіріп кетемін. Және де трейдерлар, инвесторлар қалай ақша табады, бұл заңды ма? Биржа саласы, крипто саласы, форекс салаларының айырмашылықтарын толық түсіндіретін боламыз. Трейдинг ол арнайы биржа саласында кез келген құнды қағаздарды қысқа уақытта алып сататын саланы айтамыз. Егер сіз трейдер алып сататын адам болсаңыз, сіз трейдер болып есептелесіз. Ұзақ уақытқа сол қағазды ұстайтын болсаңыз, сіз инвестор болып аталасыз. Әдетте трейдинг саласымен ақшасы бар адамдар ғана айналысады деп айтады Google. Соңғы сипаттамасы кішігірім қате. Себебі биржада ірі компаниялар және кіші компаниялар да бар. Олардың құнды қағаздары әртүрлі бағада. Сондықтан кез келген ақшамен, кез келген сумамен сіз бастап кету сізде мүмкіндік бар. Жалпы трейдер деген кім? Егер сіз биржа нарығында, яғни әлемнің ірі компанияларының акцияларын, құнды қағаздарын алып сатсаңыз, сіз трейдерсіз. Немесе криптовалюта саласында жұмыс жасасаңыз да, сіз трейдерсіз. Ал форекс саласында, яғни валюталарды алып сатсаңыз да, сіз трейдер болып есептелесіз. Трейдер деген ұғымның бастамасы жалпы сатып алу және сату, яғни сіз саудагерсіз. Қандай бір кез келген құнды қағазды алып сататын болсаңыз, сіз трейдерсіз. Трейдердің сыртында бізде инвестор деген ұғым бар. Егер кез келген құнды қағаздарды сіз сатып алып, ұзақ уақытқа ұстасаңыз, яғни инвестиция жасасаңыз, сіз инвестор болып есептелесіз. Ал енді осы биржа нарығына тоқталайықшы. Жалпы биржа нарығы қалай жұмыс жасайды, біз құнды қағаздар қалай пайда болады, бұл заңды ма, бұның ар жағында қандай құндылық бар? Ондай болса, биржа нарығының қалай жұмыс жасайтынын мен сіздерге бір кішкентай жақсы мысалмен түсіндіруге тырысайын. Барлығымызға көптеген сұрақтар пайда болады. Ірі компаниялардың олар неге құнды қағаздарын сатады, оларда ақша жоқ па, ол заңды ма, оның ар жағында қандай құндылық бар? Осы сұрақтарға мен сіздерге қазір жауап беретін боламын. Айжан деген қыз бар. Ол тоқаш пісіреді және оның тоқаш пісіретін рецептісін ешкім білмейді. Басқа қалалардан да соның Айжанның тоқашын жеу үшін Айжанның дүкеніне адамдар күн сайын жиналады екен. Айжан байқады басқа қалалардан адамдар кеп линияға тұрып жатқанын және оған басқа да дүкендер ашу керек екен. Бір дүкен ашу қаражаты $10,000 деп ойлайық. Айжан өзінің бар $10,000-мен өзінің дүкенін ашқан. Айжан жанындағы 9 қалаға өзінің дүкендерін ашқысы келеді. Және дүкендерін ашу үшін Айжанға $90,000 қажет болды деп ойлайық. Айжанға 9 инвестор керек. Соның біреуі сіз болдыңыз. Яғни сіздің сыртыңызда 8 инвесторды жинап, Айжан өзінің дүкенін жанындағы 9 қалаға қосымша ашады. Яғни Айжанның дүкені қазір біреу емес, 10 дүкен болып жатыр. Яғни бұның ар жағында қарап отырсаңыздар, Айжан өзінің дүкенін ашқысы келді, қаражат керек болды, қаражат болмағандықтан ол қайтты басқа инвесторлардан, яғни сізден, бізден көмек сұрау арқылы өзінің дүкенін ашып жатыр. Енді бұл процесс жалпы win-win процесі деп есептелінеді. Яғни жаңа клиенттер Айжанның тоқашын жеу үшін Айжанның қаласына келудің қажеті жоқ, өзінің қаласынан тоқашын жей береді. Айжанға да пайдалы бизнесінің үлкейіп жатқаны. Енді бір жылдан кейін жаңағы Айжанның және де сіздің басқалардың құйып жатқан инвестициясы $100,000 бір жылдан кейін 10 есе болып $1,000,000 болды деп ойлайық. Егер сондай жағдайда Айжанның өзінің құйған $10,000 10 есе $100,000 сіздің құйған $10,000 және де басқа 8 инвестордың 9 инвестордың құйған инвестициясы 10 есе өсіп $100,000 болып жатыр. Яғни Айжан да пайда көріп жатыр, сіз де пайда көріп жатсыз, олар да пайда көріп жатыр, клиенттер де пайда көріп жатыр деген сөз.
Осы процессті барлығымыздың білетін IPO деп айтады, және ол Initial Public Offer, яғни Айжан өзінің жеке компаниясын басқа инвесторлардың ақшасын алу арқылы қоғамдық компанияға айналып жатыр. Өзі 10%-ін сақтап қалды. Бірақ Айжанға да пайдалы, клиенттерге де пайдалы, сізге де пайдалы. Егер Айжан жаңағы заңды налогын беріп жатса, үкіметке де және де басқа жұмысшылардың отбасыларына да пайдалы болып есептелінеді. Дәл осы процесс барлық Facebook, Amazon, Tesla сияқты компанияларға да дәл осылай жасалады деген сөз. Ал енді биржа, крипто, форекс салаларының айырмашылығын айта кетейік. Биржада біз кез келген компаниялардың құнды қағазын, акцияларын сатып аламыз және сатамыз. Жаңағы Айжанның мысалындағы бұл биржа саласында болып жатқан түсінік. Басты плюсы, сіз егер компанияның құны немесе құндылығы өсіп жатқан жағдайда, сіз акцияңызды немесе құнды қағазыңызды қымбат бағамен сатып пайдаңызды көретін сізде мүмкіндік бар. Демек, біз нарыққа кішігірім анализ жасап шыдасақ, біз командамен бірге жұмыс жасап шыдасақ, бұл салада біз инвестиция немесе трейдинг жасау арқылы біз долларменен ақша табатын бізде мүмкіндік бар. Мысалы, осыдан бірнеше апта бұрын Facebook компаниясында заң жағынан кішкене жаман жаңалықтар болды, және де аттарын ауыстырып жатқанына байланысты бұл компанияның акциясының бағасы құлады. Көп адамдар, жалпы нормал адамдар осы кезде акцияларын қорқып сата бастайды. Негізінде көп жағдайда біз арзандағанда керісінше арзан бағаға алуға тырысуымыз керек. Ол жерде әрине кішігірім анализдар жасалынады. Бұл компания, яғни көп жылдан бері өсіп келе жатқан, құндылығы өте жоғары компания болғандықтан, егер сіз ұзақ уақытқа ұстағыңыз келсе, арзандаған кезде сатып алсаңыз, сіз қазір кәдімгідей процентпен ақша тауып жатырсыз. Көріп отқандарыңыздай, биржа нарығында көптеген факторлар әсер етеді, және де сіздің біліміңіз, бұл саладағы тәжірибеңіз көбірек соған байланысты. Келесі Forex. Forex өзінің атынан да айтылып тұр. Foreign Exchange деген сөздің қысқартылған сөзі. Бұл барлығымыздың білетін валюталарды алып сату, яғни теңгеменен мысалы долларды айтуға болады. Мен сіздерге плюстары мен минустарын қысқаша айта кетейін. Минустары бұл әлем бойынша бір нарықта жұмыс жасаймыз. 24 сағат 7 күн жұмыс жасалынады. Сондықтан сіз ұйықтап жатқанда да, күндізде де ол нарық тоқтамай жұмыс жасайды. Және де Форекста жаңар жағында құндылығы сол елдің экономикалық факторлары, яғни инфляциядан бастап ірі факторлар тікелей әсер ететін болады. Сондықтан анализ жасау жағында кішкене қиындықтар үнемі туындап тұруы мүмкін. Ал плюстарын айтатын болсақ, кез келген адам бастап кетуге мүмкіндігі бар, және аз ақшамен. Көп жағдайда сіздерге жаңағы брокерлік компаниялар қарызға ақша беруге дайын болады. Ал бұл тәжірибесіз трейдерларға, инвесторларға риск, яғни тәуекел болып тағда есептелуі мүмкін. Енді трендте жүрген барлығымыздың білетін криптовалюта саласында талқылап кетейік. Өздеріңіз естіген боларсыздар, 7-8 долларға алған биткоин немесе коиндарын 10 мың, 20 мың долларға сатып жатқан адамдарда баршылық. Бұл шындық, бұл бірақта ар жағында нарықтың рискісі бар екенін біз ұмытпауымыз қажет. Яғни сіз 1000 долларға криптовалютаға инвестиция жасап, оны 100 мың долларға да сатуыңыз мүмкін. Немесе барлық ақшаңызды жоғалтып алуыңыз да мүмкін. Криптоның бағасы дәл қазіргі жағдайда сіздің қолыңызда тұрмаған факторларға тікелей байланысты, және де заң жүзінде әлі қалыптасып үлгермегендіктен бұның рискісі бар екенін сізге ескерте кетейін. Осы үш саланың қайсы болмасын, көптеген брокерлік компаниялардан сіздердің ақшаңызды басқару және өсіріп беруге көп ұсыныстар келіп жатуы мүмкін. Сізге ондай ұсыныстарды таңдай отырып, алаяқтарға қалай ұрынып қалмау, брокерлік компанияны қалай дұрыс таңдау туралы келесі видеоларда толығымен ашатын боламыз. Бұл сізді трейдинг саласымен таныстыру үшін жасалды. Трейдинг саласы лохотрон ба немесе лохотрон емес па деген сұраққа жауап тапты деген үміттемін. Егер сізде сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазып кетіңіз, немесе менің инстаграм парақшама жазылып, сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Ол жерде мен барлық инсайттармен сіздермен күнделікті бөлісіп отыратын боламын, және де келесі видеоларда сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамын. Alright, достар, бүгінгі видеомыз осымен аяқталды. Сіздермен болған Думан Ерханат. Кездескенше.